өздеріңіз білетіндей, мысалға бізге әйелдер көп келеді. Бұл міне биыл босандым, досрокка босанды қойдым, мысалға 6 айлық 7 айлық баланы. Одан кейін күтінген жоқ, әйел үйіне барады, 3 айдан кейін тағы да көтереді. 3 ай аралығында ол біріншіден өзіне келіп үлгерген жоқ. Баласы әлі өте кішкентай, яғни анасы ешқандай анализ тапсырған жоқ. Бірде-бір рет осы келесі жүктілікті тоже досрокка босанып қоймас үшін еш нәрсе істеген жоқ. Әйелдің өзі также анализсіз, еш нәрсесіз көтеріп отыр. Яғни келесі жүктіліктің де осы досрокка туып қою қаупі өте жоғары. Солай хабарласады, мен келесі жүктілігімді көтеріп қойдым, мен не істеймін деп. Ал Түркия елінде ондай емес. Әйелдер біріншіден ол өзінің денсаулығы, өзінің жанұясы, өзінің семьясы ғой болашақтағы. Ол әйелдер бірінші очередте өзі үшін бәрін жасайды. Дәрігердің айтқан бүкіл рекомендациясын орындайды. Контрацепция керек па? Контрацепция істеу керек мысалға. Ал бізде шынында кейбір кезде әйелдер дәрігерлер үшін туып жатқандай болып сезіліп кетеді. Яғни сіздер дәрігер маған конкретно түсіндіріп айтқан жоқ, мен істеген жоқпын, мен көтеріп қоя салдым деген сияқты да мысалға. Сіз дәрігерден бұрын өзіңіз қазір 21-ші ғасыр, өзіңіздің денсаулығыңызға сіз бірінші жауапты болуыңыз керексіз. Алған жауапты уже дәрігерге болады әрине. Мысалға елінде әр әйел жүкті болмай тұрып дәрігерге келіп, жүктілік барысындағы асқынудың алдын үшін керекті бүкіл анализдерін өзі тапсырады. Біріншіден әйел күйеуі екеуі бірлесіп бүкіл инфекцияға қан тапсырады.